Сәлем достар, біз сіздермен нүктенің координаталары, екі нүктенің ара қашықтығы кесіндіні берілген қатынаста бөлу тақырыбына есептер шығаруды жалғастырамыз. Бізде берілген есептің тапсырмасында ABCD параллелограммы берілген. Ол параллелограммның А төбесінің координатасы абсциссасы -4, ординатасы 4-ке тең, ал Б нүктесінің координатасында абсциссасы 2, ординатасы 8-ге тең. Және осы параллелограммның диагоналдарының қиылысу нүктесіндегі Е нүктесінің координатасы абсциссасы 2, ординатасы 2-ге тең. Осы параллелограммның қалған С және Д төбелерінің координаталарын табуымыз қажет. Енді және бізге белгісіз С және Д төбелерінің алдымен С төбесінің координатасын табайық. Бұл жерде диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінетінін еске түсірейік. Сонда АЕ-нің ұзындығы тең болады ЕЦ-нің ұзындығында. Сонда Е нүктесі АС кесіндісінің ортасы. Олай болса, ортасын табу нүктелерінің координатасы бойынша жазатын болсақ, Е нүктесінде ол бізде x1 қосылған x2 бөлінген 2, y1 қосылған y2 бөлінген 2 болатын. Осы Е нүктесінің координатасына тең. Ал бізде ортасының координатасы бар, А нүктесінің координатасы бар, бізге белгісіз С нүктесінің координатасын табуымыз қажет. Олай болса, Е-нің X нүктесінде координатасы осы тең болады. А1-іміз x1 болса, -4 қосылған x2 ол бізде С нүктесінің координатасы белгісіз, бөлінген 2 тең болады 2-ге. Яғни С нүктесінің координатасын біз x2, y2 деп алайық. Бұлар бізде белгісіз. Осы бойынша осы теңдеуден x2-ні табайық. Сонда 2 мен 2 көбейтіледі. -4 қосылған x2 тең 4-ке. Сонда x2-міз тең болады 8-ге. Дәл осылай y-ті табайық. y. Ол бізде А нүктесіндегі y-міз 4 қосылған y2 белгісіз бөлінген 2 тең болады 2-ге. Сонда 2-ні 2-ке көбейтеміз. 4 қосылған y2 тең болады 4-ке. Бұдан y2-нің мәнін тапсақ, 4-тен 4 азайтсақ 0-ге. Сонда берілген параллелограммның С төбесінің координатасы абсциссасы 8-ге, ординатасы 0-ге тең болатын нүкте. Енді дәл осылай ДБ кесіндісінің ортасы Е нүктесі болатындай Д нүктесінің координатасын табамыз. Сонда дәл осы формуланы қолданамыз. Б-нің төбелері енді x1, x2 болса, Д-нің төбелері x2, y2 белгісіз. Сонда Д-нікін біз x, y деп алайық, белгісіз. Сонда Е нүктесі ортасы болғандықтан Б-нікі 2 қосылған x, Д-нікі бөлінген 2 тең болады Е нүктесінің x 2-ге. Енді дәл солай y-ін табатын болсақ. 8 қосылған y бөлінген 2 тең болады 2-ге. Осы жүйеден x пен y-тің мәнін табайық. Сонда 2-ні 2-ке көбейтеміз. 2 қосылған x тең 4-ке. Мұнда 8 қосылған y тең болады 4-ке. Екеуінен енді x пен y тапсақ. Біріншісінде x тең болады 4-тен 2-ні азайтсақ 2. Екіншісінде y табатын болсақ, 4-тен 8-ді азайтсақ -4. Сонда Д нүктесінің координатасы абсциссасы 2, ординатасы -4-ке тең болады. Сонда берілген есепте параллелограммның белгісіз екі төбесінде С нүктесінің төбесі абсциссасы 8, ординатасы 0-ге тең. Ал Д төбесінің координатасы абсциссасы 2, ординатасы -4-ке тең. Енді келесі екінші тапсырма бізге 4 нүкте берілген. А нүктесінің координатасы -1-де 2-ге. Ал Б нүктесінің координатасы x2, y 5-ге тең. Ал С төбесінің координатасы x2, y 1-ге тең. Ал Д
нүктесінің координатасы -1-де -2-ге тең. Осы А, Б, С, Д төбелерінен құралған тік төртбұрышымыз ол параллелограмм болатын дәлелдеуіміз керек. Яғни А, Б, С, Д параллелограмм. Параллелограмм болу үшін, яғни параллелограмм суретін салайық. А, Б, С, Д. Оның қос-қостан қарама-қарсы қабырғалары параллель және тең болу керек. Яғни АБ-ның ұзындығы БЦ-ға тең, АБ-нікі СД-ға тең, ал АД-ның ұзындығы БЦ-ға тең болу керек. АД-ның ұзындығы тең болу керек БЦ-ға. Және параллелограммның диагональдарының ұзындықтары әртүрлі болу керек. Яғни диагоналіміз бізде АЦ-ның ұзындығы мен БД-ның ұзындығы әртүрлі болу керек. Яғни АЦ тең болмауы керек БД-ға. Егер диагональдар тең болса, онда бұл төртбұрышымыз бізде тік төртбұрыш болатын еді. Ал біз олардың параллелограмм екенін дәлелдеуіміз керек. Алдымен осы параллелограммның барлық қабырғасының ұзындығын тауып алайық. Алдымен АБ-нікін табайық. АБ-нікі. Яғни Б-ның координатасына сәйкес А-ның координатасын азайтып квадраттайтынбыз. 2-ден азайтамыз -1-ді, 2-ден азайтам -1 +1 болады. Қосылған 5-ден азайтамын 2-ні. Ал енді 1-ден шығарып есептесек. 2-ге 1-ді қоссақ 3, 3-тің квадраты 9, квадрат турасы 9. 5-ден 2-ні азайтсақ 3, 3-тің квадраты 9. 9-ға 9-ді қоссақ түбірасты 18. Түбірасты 18-ден бізден шығады 3 түбірасты 2-ге. Енді дәл солай БЦ қабырғасының ұзындығын табайық. БЦ. Яғни С-ның координатасынан Б-ның координатасын азайтып квадраттаймыз. 2-ден алам 2-ні квадраты, қосылған 1-ден азайтам 5-тің квадраты. Сонда 2-ден 2-ні азайтсақ 0, 1-ден 5-ті азайтсақ -4, -4-тің квадраты 16, 16-дан 4 шығады. Яғни БЦ қабырғасының ұзындығы 4 деген сөз. Енді СД қабырғасының ұзындығын табайық. СД. Д-ның координатасынан сәйкес С-ның координатасын азайтамыз. -1-ден азайтам 2-ның квадраты, қосылған -2-ден азайтам 1-дің квадраты. Сонда -3 болады, -3-тің квадраты 9. -2-ге -1-ді қосса -3, -3-тің квадраты 9. Ал 9-ға 9-ді қоссақ түбірасты 18. 18-ден 3 түбірасты 2-ге тең. Яғни СД мен АВ-ның ұзындықтары тең. Жазамыз, АВ-ның ұзындығы тең болды СД-ның ұзындығына. Бізде есептің шартында АВ тең болу керек болатын СД. Бұның тең екенін дәлелдедік. Енді АД қабырғасын қарастырайық. АД. Д-дан азайтамыз А-ны. -1-ден азайтам 1-ді. Азайтам 1-ді. Сонда бұл екеуінің таңбасы өзгереді. -2-ден азайтамын 2-ні. -2-ден азайтам 2-ның квадратын. Сонда біріншісі 0 болады, екіншісі -4-тің квадраты 16 болады, 16 түбірасынан 4-ге тең. Бұдан ВЦ мен АД-ның тең екенін көріп тұрмыз. ВЦ тең болады АД-ға. Олай болса, параллелограмм болу үшін олардың екінші қалған қабырғаларының ұзындықтары тең екенін дәлелдедік. Енді олар параллелограмм болу үшін олардың диагональдарының ұзындықтары әртүрлі болу қажет. Енді соны дәлелдейік. АЦ-ны табайық. АЦ-ны. С-ның координатасынан А-ның координатасын азайтамыз. 2-ден азайтам -1-ді, яғни 2-ге 1-ді қосам деген сөз. Қосылған. 1-ден азайтам 2-ні. 1-ден азайтам 2-ның квадратын. Сонда 2-ге 1-ді қоссам 3, 3-тің квадраты 9. Қосылған. 1-ден 2-ні азайтсам -1, -1-дің квадраты 1. Қосатын болсам түбір астындағы 10-ға тең.
Енді екінші диагональ VD-ны есептейік. VD, яғни D-ның координатасынан сәйкес B-ның координатасын азайтамыз. -1-ден азайтамын 2-ні. Қосылған -2-ге азайтамын 5-ті. Сонда біріншісінде -3-тің квадраты 9, -2-ге -5-ті қоссақ -7, -7-нің квадраты 49. 49-ға 9-ды қоссақ түбірасты 58. Яғни диагональдардың ұзындықтар әртүрлі. Олай болса, біз үшеуін де дәлелдеп шықтық. Олай болса, ізделінді А, Б, С-ді бізде параллелограмм болып табылады. Біз сіздермен қарастырдық. Нүктенің координатасы, екі нүктенің ара қашықтығы кесіндіні берілген қатынаста бөлу тақырыптарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.